Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар, құрметті білім саласына, ұрпақ тәрбиесіне бей-жай қарамайтын барша қазақстандықтар. Директор келбеті ай сайынғы эфиріміздің наурыз айына арналған бағдарламасын бастауды жөн көрдік. Алдыларыңызда ең алдымен таныстыра кетейін. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза отырсаңыздар, сіздерді мазалайтын сұраққа бізде жауап беруге барынша тырысамыз. Бүгін эфирде Қазақстанның 6 өңірінен 6 директор, ортада мен тізгіндемін. Сіздерге осы барша мектеп басшыларының сіздердің балаларыңызға және мектептегі мазалайтын сұрақтарға барынша жауап беруге тырысамыз. Алдын ала хабарлағандай, біздің бүгінгі тақырып ұрпақ тәрбиесіндегі мектептің міндеті мен жауапкершілігі деп аталады. Бүгінгі эфирдің спикерлері Жамал Испанқызы, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы нөмір 5 Чоғы Мұңалұлы атындағы нөмір 5 жалпы білім беретін мектеп директоры, Күлшат Баграмова Қарағанды қаласы Нұркен Әбдіров атындағы жалпы білім беретін мектептің директоры, Құралай Амангелді қызы Байтажикова Нұрсұлтан қаласы нөмір 73 физика-техникалық лицейінің директоры, Орынбек Арман Шымкент қаласы дарынды балаларға арналған нөмір 90 мектеп гимназиясы директоры, сонымен бірге Әділ Сайлаубекұлы Шәкәрім атындағы нөмір 1 жалпы орта мектептің директоры, Өскемен қаласы. Көріп отырғандарыңыздай, шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстіктен, орталықтан бар, 6 өңірден бар. Сондықтан сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар деп ойлаймын. Баршаларыңызға сәттілік. Енді Әбу-Насыр Әл-Фараби. Жаңағай, Айгүл Алтынбек қызы таныстырылды ма, әлде мен естімей қалдым? Тыста кеттім бе? Айгүл Алтынбек қызы Қызылорда қаласы Әли Мүслімұлы атындағы 101 мектеп лицейінің директоры. Кешірім сұраймын. Әбу-Насыр Әл-Фараби бабамыз айтады, балаға білімнен бұрын тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Ұлы даладан шыққан әлемнің екінші ғұламасы аталған Әбу-Насыр бізге аманаттап кеткен осы сөзге біз бүгін адалмыз ба? Балаларға шынайы тәрбие беріп жүрміз ба деген сөз мазалайды, деген ой мазалайды. Өкінішке орай бір оқиғадан бастағым келіп отыр. Оқушының 3 жұрты деп айтқым келеді мен. Жігіттің 3 жұрты, өз жұрты, қайын жұрты, нағашы жұрты. Егер 3 жұрт тату болмаған жігіттің шаңырағы түбі бір ортасына түседі. Өз жұрты мен қайын жұрты күнде қырылысып отырса, түбі бір ол шаңырақ шайқалады. Тура осы сияқты оқушының 3 жұрты бар. Өз жұрты, яғни отбасы, мектеп және қоғам. Ұрпақ тәрбиесіне жауапты осы 3 жұрт бізде бүгін бір-бірімен дүрдараз сияқты. Ата-ана мектепті жақтырмайды, мектеп ата-анадан қорқады, немесе ата-анаға менсінбейді. Ата-ананы бір проблема деп қарастырылады. Әйтпесе қоғам жауапкершілікті мектепке ғана ысырып тастайды деген дүние айтамыз. Бірақ интернетте алуан түрлі оқиға бар екенін тағы еске саламыз. Сонда дәл осы 3 жұрт бүгін бірлесе тәрбиеге үн қатып жүр ма деген сұрақ мазалайды. Сонымен айтайықшы, бүгін мектептегі тәрбиені дұрыс бере алып жүрміз ба? Тәрбие дегеніміз өзі не? Осы тәрбие деген сөзге анықтама беріп алайықшы. Арман ағайдан бастағым келіп отыр. Осы енді арамыздағы дарынды балаларға арналған мектептің директор ретінде, мамандандырылған мектептің директор ретінде осы тәрбие деген ұғым не болу керек мектептегі? Саламатсыздар. Енді мынау дарынды балаларға арналған мектеп мәртебесі бізге енді осы оқу жылының басында беріліп отыр.
бұған дейін мен айтып өткендей гимназия, жалпы орта мектеп болдық. Енді өзіңіз айтып кеттіңіз, Әл-Фараби бабамыздың айтып кеткен жаңағы тәрбиеге қатысты сөздерін. Енді басты мектепте берілетін бірінші кезекте тәрбие, әрбір сабақта сол білім арқылы тәрбие беріледі. Біз мектепте оқушыларымызды мынау қоғамда жалпы өмір сүруге, азамат болуға, жалпы біз азаматтық қоғам құруда өмір сүріп жатырмыз. Мынау бірінші кезектегі мынау еліміздің жалпы елбасының, президенттің жалпы саясаты осы бағытта біз азаматтар тәрбиелейміз. Және әрбір пәннің өзіндік мақсаты бар тәрбиелеуде. Тарих болсын, әдебиет болсын, қазақ тілі болсын, технология сабағы болсын. Осы тәрбие арқылы біз азаматтарды қалыптастырып отырмыз, өсіріп отырмыз. Мектепті аяқтап, олар ары қарай өздерінің жоғарғы оқу орнына немесе тағы да басқа таңдаған оқу орындарында немесе жұмыс жасап, өмірін ары қарай сүріп кетіп жатады. Енді жалпы біз мектеп бұл мемлекеттік мектеп болсын, жеке меншік мектеп болсын, мынау конституциямыз бар, негізделе отырып, өзіндік осы өмір сүріп отқан негізгі ұлттың құрамы бар екені, мына қазақ ұлтының өкілдері, міне ұлттық салт дәстүрді, былайша айтқанда ғұрып дәстүрді, өзінің тарихын құрметтейтін, бойына сіңірген бір азаматтарды қалыптастыру деп есептеймін шын мәнінде. Әрине басқа да ұлттың, өзге де ұлттың өкілдері бар. Осы мемлекеттің заңын құрметтейтін, ережеге бағынатын, жалпы айтқанда, енді бір тек қана бағынатын, орындайтын деген мақсатта ғана айтып отқан жоқпын. Жалпы азамат қалыптастыру мақсатында біз осы тәрбие процестерін жүргіземіз мектепте. Ол жаңағы айтып өткенде әрбір сабақта әртүрлі өзінің бағытында жүріп отырады. Мысалға айта кетелік, біздің мектебіміздің ерекшелігі басқа мектептерден, мен айтар едім, Қазақстанда мұндай мектептер жоқ деп ойлаймын. Өйткені бұл мектеп кезінде елбасының Нұрлы көш бағдарламасы бойынша Соғылған Мөлтек ауданда қандастарымыз мекендейтін, тұратын, яғни сол кісілердің ұлдары, қыздары. Мұнда тәрбие ерекшелеу деп айтсам болады. Имандылық басымдау, оқушыларымыздың бойында негізінде қарайтын болсақ. Мынау осы Шымкент қаласында мен туып өссем де, осы Шымкент қаласындағы мектептерде оқысам да, бұл жердегі жалпы біздің мектептегі қазіргі мен жұмыс жасап жатқан оқушылардың бойында тәрбиеде имандылық басымдау. Бір нәрсені сұраққа жауап ала алмай отырмын. Тәрбие дегеніміз не өзі? Біз тәрбиеге қалай анықтама береміз? Тәрбие деп айтып отқанымыз енді мынау сабақ барысында, мектептегі түрлі шаралардың барысында беріліп отқан баланы азаматтық қалыптастырушы, былайша айтқанда, яғни процесс тәрбие деп отқанымыз негізінде. Айгүл Алтынбек қызы, сіздің ойыңыз? Камера дауысыңызды қосыңыз. Дауысыңызды қосасыңыз. Айгүл Алтынбек қызы, дауысыңызды қосасыңыз. Айгүл Алтынбек қызы, сізді естіп отырғанымыз жоқ. Дауысыңызды қосасыңыз. Мен жауап бере берсем ештеме қылмай ма? Береміз. Дауысын қосқанша. Бұл жалпы жаңағы бір керемет тақырып қозғап отырсыз, Саятжан мырза. Біз жаңа өзіңіз айтқандай қоғам, мектеп және отбасы болып бірікпей, біз толыққанды балаға жан-жақты тәрбие беруіміз мүмкін емес. Бұны жаңа сіз Әл-Фарабидің сөзімен келтіріп жатсыз. Одан беріректе өзіміздің Абай бабамыз былай айтқан екен: балаға ең бірінші, ең әуелі дейді, баланы ең әуелі мейір шапағатқа, одан кейін барып ақыл парасатқа, одан кейін барып пайдалы еңбекпен ғылымға баулы дейді. Мына жерде көрдіңіз бе, мейір шапағатқа және ақыл парасатқа деп ең бірінші орында тәрбие мәселесін айтып отыр.
Тәрбие дегеніміз не дегенде, бұл баланың бойында адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар жиынтығы, іс-әрекет. Міне осыны біз мектепте, өзіңіз көтеріп кеткендей, мектептің де кінәсі болды деп есептеймін, мен өзімді кінәлаймын. Кезінде жаңағы мектептің бөлектеніп, ата-ананың мектепке жақындамай, немесе бір-бірімізбен одақтасып жұмыс істемеуімізде мектептің де өзіндік бір кінәсі болды деп есептеймін. Өйткені мен өзім енді бір 33 жыл еңбек тәжірибем бар, сол 33 жылда көргенім, кезінде бір сонда уақыт болды, біз мектеп жабық болдық ата-анаға, қоғамға жабық болдық. Өйткені мектептің проблемасын көрмеу керек ешкім дегендей, мектепті жауып алдық. Сол кезде жабық нәрсеге барлығы әрине әртүрлі жаңағы бір сырттан бір сәйкес келмесін бір керағар пікірлер айтып кетті мектеп туралы. Көрдіңіз ба? Одан кейін мен өзім жеке басым түсіндім. Мектеп қоғамға, ата-анаға ашық болмай, біздің жұмысымыз ешқашан нәтижелі болмайтынын түсіндім. Міне сөйтіп келіп, қазіргі кездегі ең басты жұмысымыз білім беруден де гөрі бұл құндылықтар жүйесін балаға дарыту деп есептеймін. Құндылықтар дегенде бұл жалпы адамзаттық құндылықтар. Ол не? Ол қайырымдылық, кішіпейілділік, махаббат, жанашырлық, ар мен адалдық, отансүйгіштік деген осы бір құндылықтарды баланың бойына қалай сіңіреміз? Бұл тек пәндер арқылы емес, және бір реттік бір науқаншылдықпен өтетін сынып сағаттары дейміз бе, тәрбие сағаттары арқылы емес. Бұл күнделікті әрбір минут, әрбір секунд, әрқайсымыздың, менің, мектеп мұғалімдерінің, мектептің техникалық кіші қызметкерлерінің барлығымыздың өне бойымыздан шығып тұрған құндылықтарымыз арқылы, іс-әрекетіміз арқылы, сөзіміз арқылы, жүріс-тұрысымыз арқылы, өзіміздің үлгіміз арқылы, өнегеміз арқылы баланы күнделікті әрбір секунд сайын қайталап айтам, тәрбиелеу. Міне соны біз өзіміз ең басты маңызды нәрсе деп ойладық. Қазіргі кездегі тәрбиедегі бір үлкен проблема бұл формализм. Яғни тәрбие сағаттары формалды түрде өтеді. Яғни ол дегенің, мысалы, ұлтжандылыққа тәрбиелеу үшін сыныпта бір жалбыратып туды жаңағы желпілдетсек, немесе бір әдемі суреттерді іліп қойсақ, бір әдемі сөздерді іліп қойсақ, сол тәрбие сағаты сәтті өтті деп есептеледі. Жоқ, ол емес. Отансүйгіштік пен елжандылық деген әрбір баланың бойында мен елім үшін не істей аламын? Кішкентай болсам да, үлкен болсам да, бай болсам да, кедей болсам да, мен еліме қалай қызмет ете аламын деген оймен мектептің табалдырығынан шығу керек. Ол үшін не істейміз дегенде, әрине ол ұзақ әңгіме, ол енді бір эфирге арналған әңгіме шығар. Әдемі. Әрине, енді бұл жерде Аятжан мырза, сіз менен сұрап отырсыз ғой, тәрбие дегеніміз не деп. Қазіргі енді балаларды бізбен салыстыруға болмайды. Олар альфа, зетта ұрпақтары, Y ұрпақтары деп айтып жатырмыз ғой. Сондықтан мектептегі ең бірінші нәрсе ол тәрбиені қалыптастыру. Енді Әл-Фарабидің өзі айтқан біздің ең сүйікті сөзіміз бар ғой. Ең бірінші білімнен бұрын тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім ол адамзаттың қас жауы деп. Оны біз қай жерде де айтамыз. Сондықтан да кішкене бастауыш сыныпқа келген оқушының өзі ең бірінші дүниетанымын, осы тәрбие, әлеуметтік жаңағы өмірмен, қоғаммен байланысын ең бірінші осы тәрбие туралы дүниетаным қалыптасқан кезде ғана ол өмірге бейімделеді. Мысалға, жаңа формализм деп Құралай апай айтып жатыр ғой. Формализм деп айтамыз, бірақ сонда да біз әрбір сабақта оқушының мектепте өткізген уақытының барлығында тәрбиемен ұштастырамыз. Оның мектепке кіргеннен бастап шыққанына дейін, өмір сүрген үйіне барған кезде де осы тәрбиені үнемі санасында сақтап жүру керек. Қазіргі өзіңіз білесіз, барлығымыз да білеміз. Баламызға уақытымыз жоқ, азанда кетеміз таңертең, кешке барамыз. Өз баламызға бірінші тиісті деңгейде тәрбие бере алып жүрміз ба? Сол сияқты, біз сияқты ата-аналар көп қой қазір қоғамда. Азанда кетеді, кешке келеді. Тек қана жаңағы баланың материалдық жағын тауып берсем болды, қалғанына мектеп жауапты дейтін сияқты. Бұл жерде сіз айтып жатсыз ғой, жаңағы мектеп баланың жауапкершілігі, тәрбиеге жауапкершілігі бар ма, міндеті бар ма деп.
әрине жауапкершілігі бар. Біз ол үшін жауаптымыз, біз келешек үшін жауаптымыз. Өйткені біздің балаларымыз ертең ел басқаратын азаматтар, сол елді, Қазақстанды, қоғамды құратын біздің оқушыларымыз. Жақсы. Көп сөйлемей ақ қояйын, енді басқа да әріптестеріме сөз берейін. Мына әріптестер мынандай нәрсе болып жатыр да, кәдімгі енді тәрбие деген ұғым біраз ашты деп ойлаймын. Енді бізде тәрбие деген кезде мектептегі тәрбиесі жөніндегі орынбасарлар, тәлімгерлер түседі. Мен бір нәрсеге қатты қарным ашады. Мектептегі көптеген тәрбие жұмыстары бағана көк ту іліп қойған деген сияқты бір ұраншылдыққа кетіп қалған сияқты. Әрбір тәрбие сағатта бір баяғыдағы Ленин марксизм дегенде атап шығу деген сияқты бір формализмге кетіп қалған сияқты. Енді жалпы бұрын пионер болып, балалар пионер болып ер жететін, қазір жас отанға, жас қыранға мүше болып ер жетеді. Осы көрініс сіздерге қалай елестейді? Осы жас отан, жас қыранның тәрбиеге қаншалық пайдасы бар? Немесе әсіре ұраншылдық па? Күлшат апай, сізден бастағым келіп отыр. Рахмет сөз бергеніңізге. Құрметті әріптестер, қайырлы күн біріншіден. Екіншіден, мен бұл сұраққа қалайша жауап беремін. Жаңағындай жас қыран, жас ұлан, жас өспірімдер бірлестігінің жұмыстары шындығында қазіргі жаңа біздің апайымыз айтып кеткендей формальды түрде жүріп жатыр көп жерлерде. Оны жасыратын ештеңесі жоқ. Бұл жерде негізгі жаңа жас қыран мен жас ұлан ұйымдарының енді әрине бар, бізде жоқ деп айта алмаймыз, жүріп жатыр ол жұмыстар. Толық қанды идеологиялық жұмысты көп жерде осыны біздің әріптестеріміз түсінбейді ма деп ойлаймын мен кейде. Бұл бағытта мысалы жалпы жастарға патриоттық тәрбие беру ретінде енді өзіміздің жағдайымызға келсем, мен Қарағандыда бізде мысалы жақсы жас сарбаздар ұйымдары бар. Мысалы жай ғана мысал ретінде айтсам, бізде мектепте 1100 бала бар, соның 400-і жас сарбаздар сыныптары деп бөлінеді. Олар 2012 жылы эксперимент ретінде ашылған. Қазіргі таңда бізде Қарағандыда 14-тен астам мектепте осындай жас сарбаздар ұйымдары ашылған. Қазіргі кезде, қазіргі таңда ол өзектілігін жоғалтпаған кезіндегі басталған проект болған. Қазір шын мәнінде ол өте сондай, осы соңғы эксперименттің біз бір нәтижесін талдағанымызда бұл жұмыс керек екен. Бұл өте қажетті жұмыс. Өйткені 10 жылдың ішінде жаңағы жас сарбаздар құрамында болған оқушылар басқа сыныптарға қарағанда оқу үлгерімі жағынан жоғары, олардың жетістіктері жоғары. Сонымен бірге кәсіби жұмыс бұл жерде толыққанды жүреді екен. Өйткені 9-шы сыныптан кейін жаңағы жас сарбаздар сыныптарында жүрген балалардың барлығы практически енді 80%-ы қарулы күштер, ішкі істер органдары, басқа да әскери военный вуздарға кетеді екен. Бұл біздің қазіргі көзім жетіп отырған жұмыстың бірін айтып отырмын. Ал енді мынау жас сарбаз бен жас қыран, жас ұланның көп толыққанды жұмыс істемеуіне тағы да бұл кедергі болып отырған себеп, ол мына біздің тәлімгерлердің еңбек ақысының аз екендігі. Мысалы зарплатасы. Тәлімгердің еңбек ақысы өте төмен, әрі кетсе 60 000 теңге. Әдетте ол жұмысқа біз тәжірибесі аздау жастарды аламыз, Әрине жастар болғаннан кейін ол жаңа жас қыран, жас ұланмен жұмыс істейтін мұғалімдер, педагогтардың өзінің жүрегінде патриотизмі бар, кәдімгідей ұлттық тәрбиеге атысты қарай салмайтын адамдар болу керек. Сондай мазмұны бар адамдар. Жоқ, Күлшат Баграмова, осы жерде мен бір нәрсе қосылмайтын дүнием бар. Жалпы біз тәрбиені апарып тәлімгерге, әйтпесе тәрбиесі жөніндегі орынбасарға апарып міндеттей салу бір үлкен ағаттық сияқты да. Келісемін сізбен. Жамал ханым, қалай қарайсыз? Бізде қазақта тәрбие туралы бір ауыз сөз бар. Қазақтың арғы тегінен келе жатқан, сиыр су ішсе бұзау мұз жалайды дейді. Яғни біз тәрбиені айтып беруіміз керек пе, әлде іспен көрсетіп беруіміз керек па? Бағана Құралай ханым бір құндылық туралы әңгіме айтып қалды. Құндылық мұғалімнің бойынан құндылық пол жуатын
тазалықшының бойынан көріну керек деген түсінік бар. Осы тәрбие оқушыға біз бүгінгінің тілімен, зәйт заманның оқушыларының тілімен айтайықшы. Бір баланың алдына кумир бола алатын, тәрбие тұрғысынан осындай тұлға бола аламын дейтін мектептің директоры қалай болу керек? Жамал Спанқызы, мен сізге қойып отырғам, мен сіз жассыз. Осы жерде сіз осы заманның балаларымен осы бүгінгі достарша сөйлесіп, соларға бір кумир бола алатын қалай болуға болады? Ишарық әріптестер, Ахметжанұлы, рахмет сөзіңізге. Сіздермен алдымен осындай тікелей эфирде жүздескеніме өте қуаныштымын. Барлығыңызға іске сәт. Енді сұрағыңызда қазіргі заманда енді бұл сіздің сөзіңіз мектеп басшысының көшбасшылығымен, жаңашылдығымен тәрбиеге қалай алып келуге болады деп тұрсыз ғой, Енді жаңағы жас қыран, жас ұлан деген топтар жүріп жатыр. Мен осы жерде енді практикамызда бір нәрсені айтқым келеді. Себебі менде енді жас болғанмен барлығымызда бір союз кездейміз ғой өз сөзімізде. Сол кезеңде өмір сүрген, сол кезеңнің тәрбиесін алған бәрімізде азаматтарымыз, осы жерде отырған әріптестер. Біздің кезімізде мысалы әрбір оқушы үшін мектеп қабырғасында жаңағы октябрят, пионер, комсомол деген ұйымдар жұмыс жасап, сол кезде қазіргі тәлімгер сөзімен алмастырылған вожатый, аға вожатый деген мамандар жұмыс жасап, сол кездегі мектептің оқушыларымен сабақ уақытында, сабақтан тыс уақытында тәрбиелік жұмыстарын жүргіз. Енді осы жерде бір өз іс тәжірибемізден бір нәрсені бөліскім келіп отыр. Қазіргі біз енді бәріміздің де күні түні күндіз жүрсек те, түнде ұйықтасақ та, кейде бір ерте оянып, біз не істедік, қалай тәрбие береміз, біздің оқушымыз, бізде 11 жылдық мектеп, бірінші сыныпқа келгеннен, 11 сыныптан мектепті бітіргеннен кейін оқушы қандай деңгейде шығып жатыр, ол қоғамға араласама дегенде, бір мұғалім мектебіміздегі шығармашыл мамандардың құрамымен жинақталып отырып, осы қараша айынан бастап, болашақта біз мектептен бітірген әрбір оқушымыз біздің тұлға. Демек, біздің мектебімізден тұлға шығып жатыр. Біз мектебіміздің тарихында 12 жылдық, қазір 12 жастағы бала қандай болу керек? Біз енді есейген ертең 15-2 жылдан кейін 15 жасқа жетеміз, одан кейін бір 20 жасқа, 20 жылға жетеміз. Сол кезде біз мектептен қандай да бір тұлға шығардық деп өзімізге сұрақ қоямыз. Осы бағытта жаңағы айтқан шығармашылық мамандармен бірлесе отырып ұсыныс тастағанмын. Қазіргі таңда тұлға тәрбиелеу үшін мектебімізде бір бұрынғы оқушыдан қалай болатын еді, қазіргі оқушымыз қандай? Телефон тәуелділіктен ажырату үшін білім сапасына алып келетін, өзін өзі жан-жақты қазіргі өзгермелі өмірде өзін өмірге икемдей алатын бала тәрбиелеу ғой бәріміздің де басты мақсатымыз. Осы жолда жаңағы мектебімізде абайтану, әбіштану клубтары жұмыс жасайды тұлға тәрбиелеуде. Осы клубтардың аясын кеңіте отырып, осы клубтардың жұмысы қандай да бір оқушыны тұлғаға тәрбиелеуде өте үлес беріп жатыр. Сол себепті бастауыш сыныптан, екінші сыныптардан бастап, бастауыш 2-4 сыныптар аралығында ыбырайтану, шоқантану, әбіштану және қазіргі кезеңде біз еріктілер деп айтамыз, волонтерлар, еріктілер тобын тәрбиелейтін еріктілер клубын, және мына өзін-өзі тану пәнінен берілетін жалпы адамзаттық құндылықтар дейміз ғой, осы құндылықтарға бағытталған, нәтижеге бағытталған сыныптар есебінде біз әрбір параллельден 6 бағытта эксперимент реті деп айтуға болмайтын шығар, бірақ іс тәжірибе ретінде, жоба ретінде алып бастадық. Қараша айында құрып ұйымдастырулары жүрді. Қазір карантин жағдайы болса да біз бір жылдай уақытымыз кетіп жатыр. Біз тоқтап қалуымызға болмайды. Бала сыртта үйде онлайнда отырғанымен баланы қандай да бір бағытта біз үздіксіз тәрбиелеуіміз керек деп, осындай бағытта 2-ші, 3-ші, 4-ші сыныптардан жаңа бір жобаны бастап жатырмыз. Бұл жерде бұл жобаның мақсатында кәдімгідей клубқа оқушыларды қабылдап, бұл оқушылар ант қабылдап, өзінің антында мен сапалы білім аламын, өзімнің досыма мейіріммен қараймын, өзімнің қызметімді адал көрсетемін деген сынды бағыттарда ант береді.
және бұл клубтың аясында бұл сыныптардағы мысалы әрбір оқушының күн тәртібі қандай болу керек, әрбір оқушы бір күннің өзін қалай жоспарлау керек. Мысалы әр аптаның мерзімі өтетін болса, сол аптаның әр күнінде әр күнге бөлінген белгілі бір жоспарлар қоя отырып, біз тұлға тәрбиелеуге бастау алып жатырмыз. Бұл манағы жас ұлан, жас қыран деген топтардың баламасы болуы мүмкін, бірақ эксперимент ретінде міне қаңтар айынан бастап, осы мамыр айының соңына дейін өзімізге жоспар қойып, егер бір қандай да бір манағы сыныптардан, мектептің бізде 116 сынып бар, 3000-ға жақын оқушы бар, соның 30-40%-ын үлесін алады. 30-40% оқушы дәл осы бағытта өзін өзі кәсіби өсуге қарай жұмыстанса, бұл ертең басқа оқушыларға ықпалын тигізеді. Осы оқушылар арқылы біз биылғы жылда біз 30% жұмыс жасасақ, алдағы 2 жылға кез келген жобада стратегиялық пайыз дегенді естісем, мен өзі сәл төбе шашым тік тұратын адаммын. Себебі білім сапасын біз белгілі бір пайызбен көрсете алатын шығармыз, игерген туралы. Білімді пайызға салуға болатын шығар, білімді бағалауға болатын шығар. Бірақ тәрбиені бағалауға келмейді. Өте дұрыс айттыңыз, жаңа сіз айттыңыз. Бұл жерде пайыз дегенді тек қана тәлімгер мен тәрбие завучы ғана жауап береді дедіңіз ғой, жауап бере ма деп. Жоқ, бұл жерде біздің қазақтың жақсы мақалы бар ғой, қызға 40 үйден тыю, бір үйден жию деген. Енді соның аясын сәл кеңейтіп алсақ, оны қазіргі мектепке сәйкестендіріп, бұл жерде аясы кеңейген кезде біз барлығымыз түбегейлі жауаптымыз деп жауап берер едім. Мысалға біз көшеде кетіп бара жатсақ, кейде біз мұғалім деген миымызға әбден сіңіп кеткен, көшеде бір балалар төбелесіп жатса, біз соны тоқтатамыз. Ол қай мектептің оқушысы болса да. Себебі біз мұғалімбіз. Олардың, балалар төбелеспеңдер, неге төбелесіп жатсыңдар? Қазір бір-біріне зиян келіп қалуы мүмкін деген сияқты нәрселерді айтамыз. Яғни біздің төбе шашымыздан бастап бақайшағымызға дейін тәрбиемен айналысады. Әрбір мұғалім. Бағанағы клубқа қабылдау деген кезде мен айтамын да, осы бір біз өзі мектепте мен ақылыма сыймайтын бір дүние бар. Біз мектептегі балаларды іріктейміз. Ең алдымен дарынды балаларға арналған мектептерге, білім инновация лицейіне, Назарбаев мектептеріне бір сорпаның бетінен майды сүзгендей бір қалқып аламыз да, одан кейін мектептің ішінен іріктейміз. Лицей сыныптары, қарапайым сыныптар. Енді мен осы ең соңғы қарапайым сынып дегенге ата-аналар барғысы келмейтін бір, елдің бәрі бір үшке оқитын бір оқушылар жинап тастау бір өте ауыр дүние сияқты болып сезіледі. Өйткені қазақ айтады ғой, адам адамнан тәлім алады, ағаш ағаштан мәу алады дейді да. Осы көзқарасқа бір тоқталып кету керек сияқты тәрбие мәселесінде. Сыныптағы оқушылардың бірін-бірі тәрбиелеуі. Біз айтатынбыз ғой, әр бір дүние тәрбиелеу керек. Әйтпесе, мына жерде жазып жатыр да, жас қыран, жас ұлан пионерлер, комсомолдардың көшірмесі сияқты, құрттың атын жаңылтып малта қойған сияқты дейді да. Енді әділ, сен екі буынның біраз өтпелі дәуірденсің, сіз не дейсіз осы бүгінгі? Орынды, Аятжан мырза, және енді амбицияны осы оқу тәрбие жұмысы түзелмей, жұртысы түзелмейді дейді ғой. Сондықтан да және айтып отырғандарыңыз өте орынды. Мен де мысалға осы директор болып келгеннен бастап мектеп қабырғасына жалпы оған дейін де қарсы болдым. А-ға бөлініп, Б-ға бөлініп, В-ға, Г-ға арға кете береді. Мұндай жүйені мүлде жалпы атам аржин астында қай жерде болсын ұстаздарға да әрқашан айтамын. Яғни бала бірдей болу керек. Оның не ол жақсы оқиды, не қандай үлгерімі нашар деген бала болмау керек. Бұл жерде мен ойлаймын, мектептің жалпы міндеті мен жауапкершілігіне тікелей келетін болсақ, бұл біз қашан ата-анамен қоян қолтық жұмыс істейміз, сол кезде бір нәтиже болады. Және айтып кетті, Құралай ханым жақсы өте айтып кетті. Біз мынау тәрбие әрине үздіксіз жүретін процесс, ол түсінікті. Бірақ көбінде бір комментарияда оқып отырмын, өте жақсы айтыпты Аятжан мырза. Мына тек мерекелерде ғана, қандай да бір даталарда ғана біз жарықтық шығамыз да, қалған күндер жоқ болып кетеміз. Оған не істемек керек? Жалпы мектепте
біз қарапайым біздің мектепті алатын болсақ, мынау мұрагер тобы, домбыраға үйрету, жалпы салт дәстүрге деген қарапайым сәлем беруден бастап, және ұстазға деген құрмет, және әрине ұстаз бен ата ананың арасындағы құрмет, сол арқылы біз бір қандай бір нәтижеге жетеміз деп өзіміз қазір жоспарлап отырмыз, және сол бағытта келе жатырмыз. Бұл жерде айта кету керек, мына біздің жоғарғы сынып оқушылары, енді 9-шы, 10-шы, 11-шы сынып оқушылары кіші буынға, мынау мектептің табалдырығынан аттаған оқушыларға, орта буынға қандай да бір үлгі болу керек. Енді біз өзіміз шыны керек, жаңа айтып отырсыз ғой, 2 буындан өткен оқушы ретінде, ұстаз ретінде қазіргі енді мектепте жұмыс жасап отырғаннан кейін байқаймыз. Сондай үрдістер болса екен, біз кезінде үлкен сынып класс оқушыларына қарап, мынау аға қандай тәрбиелі, қандай өнегелі, мен өзім кумирім дейміз, және тұлға дейміз, мектептің директоры ер адам болды, соған қарап өстік. Мысалға, қарапайым жан-жақтылықты бұл жерде тарту керек деп ойлаймын. Енді жәнегі кәсіптік бағдар жұмыстарында соған қарап балаларда жұмыс жасап. Қазіргі буын біршама қиында. Қараңыздаршы, біз үлкендердің көп айтатын әңгімесі, біз таяқ жеп өстік қой деп айтамыз ғой. Таяқ жеп өстік қой, біз өлмедік қой, таяқ жегеннен жаман болдық па деген сияқты. Қазіргі буынды таяқпен тәрбиелей алмайсыз. Тіпті бағанағы 3 тәрбиелейтін 3 қауымды, яғни отбасы, мектеп, ата-ана арасында біз бұрын негізгі салмақ ата-анада болатын болса, қазір негізгі салмақ қоғамда. Сіздің балаларыңызды есіктің алды тәрбиелейді. Интернет тәрбиелейді. Дәл осы мәселеге қалай ойлайсыздар? Біз тәрбиені толыққанды қолдан шығарып алған жоқпыз ба деген сұрақ мазалайды. Себебі неге бұған кеше ғана бір Фейсбукта талқыланды, бір облыстың атын атамай ақ қояйын, бір облыстыңдағы өте көп мектеп оқушыларының ауыраяқ болып қалу мәселесі деген сияқты. Мектеп оқушыларының суицид мәселесі де бар. Әртүрлі ауыр енді статистикалар бар, егер статистикаға кететін болсақ. Осылардың шығу тегі неде деп ойлайсыздар? Құралай ханым, қайтайлан сізге келсем. Бұл жерде мен енді бағанағы бір ой келіп тұр еді, сол ойымды айтайын, бұдан алшақ болып кетпес бәрібір. Сіз бағана қойған бір сұраққа. Менің ұстанымым, жалпы менің мектебімнің ұстанымы, менің мектебім ұстаздарының ұстанымы мынандай. Мысалы, біз оқушыны академияға адалдық деген нәрсеге тәрбиелеуге қазір ең басты өзекті нәрсе деп есептейміз. Академияға адалдық. Яғни бес алуға мүмкіндіктер көп бола тұра көшірмеу, мысалы. Соны мен айтам. Оған ешқандай бір тәрбие сағатын жүргізудің қажет жоқ. Ол үшін әрбір ұстаз, мынау аттестация деген науқан бар ғой, педагогтардың аттестациясы кезінде. Кез келген ұстаз өзінің айлығын 100% көтеріп алу мүмкіндігі бола тұра көшірмесе, немене жаңа тестті көшірмесе, басқа бір тапсырманы көшірмесе, яғни адал өз еңбегімен өзі жазып шықса, ол ұстаздың баласы нақты мен білем, академияға адалдықты басты ұстаным қылып алады. Осымен дауласатындарыңыз болса, мен оны дәлелдеп бере аламын. Демек, тағы да қайталап айтам, бағанағы айтқаным ғой, ұстаздың өзі үлгі болу арқылы, ұстаздың өзінің өне бойы арқылы, өзінің іс-әрекеті арқылы барлығын жаңағы осы балаларға өнеге жасау. Ал егер ұстаз өзі барып аттестациядан жақсы нәтиже көрсету үшін көшіретін болса, WhatsApp арқылы тапсырмаларды алатын болса, ол қалай балаға академияға адалдық туралы тақтаның алдында тұрып әңгіме айтады? Әдемі болмайды. Сөзіңізді бөле салайын, бір нәрсе, осы жерде ойды қозғап отырса, ғылыми жоба деген жарыс бар. Біз мен айтқым келеді, бір жемқорларды партадан тәрбиелейтін сияқты болып көрінеміз осы ғылыми жобаны айтқан кезде. Себебі ғылыми жобаны айтқан кезде не мұғалім жазады, не болмаса университеттен біреуден жазып алған жобасын әкеп сатып, оны оқушыға апарып слайдын өзі жасап беріп қорғатады. Яғни оқушы өзінің істемегенін біледі, бірақ қорғайды, жүлдалады. Осыдан келіп мұғалім мен жетістікке жеттім деген марапатқа, мектеп менің оқушымыз ғылыми жобадан бәлен конкурстан озды деген мақтан кернеп жатады. Арман ағай, осы мәселе енді дұрыс мынау осы бойында мұғалім кезімде қатты ашынғаным бар. Мен мектепте мұғалім болып жұмыс істеп жүргенде оқушылармен бірге дайындаламыз,
жұмыс жасаймыз, кітапханаға барамыз, жаңағы интернет деген жер, басқа жерде жұмыс жасаймыз, жарысқа қатысамыз, жобалар жарысына, конференцияға. Бірақ қандай да бір өзекті жақсы жұмыстармен барсақ та, біз ешқашан кейде орын алып жатсақ та, басқа да іліге алмай жатамыз, тағы болып жатады, түрлі бір мәселелер болып жатады. Яғни, бұрындары мен бір айтқаным бар еді, біз ұрыларды дайындап жатырмыз болашақта. Себебі жұмыс көбінесе жаңа айтқандай плагиаттық жұмыс, біреудің жұмысы бір қызықты оқиға болған еді, осында бір оқушы қорғап жатқан уақытысы болған еді, осыдан 15 жыл бұрынғы оқиға бұл, 15-16 жыл бұрынғы. Жаңағы үлкен облыстық деңгейде. Осы оқушы, осы жұмысты қандай ғылыми жетекшімен қорғадың, қандай ғылыми жетекші, кеңесші болды, басқа болды деп. Осындай кісі ғылыми жетекші болды, жоғары оқу орнынан дегенде, ол кісі менмін ғой деп тұр алдында, менмін ғой ол кісі. Ол ғалым менмін ғой деп тұр. Сонда жаңағыдай мәселелер көп жағдайда болған. Мен ойлаймын, осы жөнінде 2003 жылдары мен ғылыми жұмыстар дайындауға арналған әдістемелік нұсқаулық дайындаған болатын. Жалпы қалай жазылу керек, не істеу керек. Сонда мынау жобаларды қарапайым қолжетімді балаларға арналған деңгейде. Өйткені оқушы ол әлі орта білім жоқ адам, жаңа ғылыми жаңалықтарды ашатындай деңгейде емес. Әрине болады балдар, мынау жаратылыстану пәндері, математика, физика, химияда пәндерінен кездесіп жатады. Бізде қазір бұл бастауыштан басталды. Әрине бастауыштан басталғанда бұл оның жай ғана дүниетанымын қалыптастыруға ғана арналған қарапайым бір қолжетімді кішкентай ғана бір дүниелер болу керек деп есептеймін. Ғылыми, ал енді ол жарыс кезінде алтын белгі алған оқушылар грантқа ұлттық бірыңғай тестсіз түсіп жататын. Осы ғылыми жобадан алтын жаңағы қорғаған балдарымыз, олимпиададан кезінде алған балдарымыз. Қазір енді ондай жоқ қой. Сөйтіп үлкен жарыс болған еді. Біреудің ғылыми кандидаттық жұмысының бөлімі, бөлшегі деген сияқты бір мәселе. Біз өзі біраз жыл ғылыми жобаның комиссиясында отырғанда, бір қатар 3 жыл отырғанда, бір жұмыстың 3 адамның атынан 3 рет, бір жетекшіде 3 оқушының атынан 3 рет келгенін көрдім. Енді ғылыми байқамай жүлде беріп жүрдік. Екінші жылы таныдық жұмысты. Жоқ, ғылыми жоба жұмыстарында мысалға оқушы бітіреді дейді, бұл жұмыс қалды, тақырыбы бар, өзекті дейді. Әрі қарай қалған кейінгі оқушыға жалғастыруға болады. Әрине оның пайызы өзгеру керек ішінде. Ал енді дәл қазіргі жағдайда, дәл қазір мынау ғылыми жоба жұмыстарының қорғалу кезінде плагиаттыққа оның барлық тексерілуі қазір дұрыс жолға қойылған, дәл қазіргі уақытта. Мына олимпиаданың өтуі де өзгеріске ұшырады, мысалға айтатын болсақ. Қазіргі уақытта. Мына осы жылы бізде Шымкентте өтті. Үлкен спорт залда ол жұмыстардың барлығы бірден сканерленіп, бірден жағы неге салынып, интернетке салынып, шынымен жазған оқушының, яғни көпшілікке танысуға шынайылық, орысшаны прозрачность дейміз, көрсетуге, көруге мүмкіндік туып отыр бұл жерде. Жалпы айтқанда, ғылыми жоба жұмыстарын жазу кезінде осындай кемшіліктер болды. Өйткені оқушы ғалым емес, ол ғылыми бір үлкен жаңалық ашып береді. Ол бір, мысалы мен тарих пәнінің мұғалімі болатын болсам, ол тарихтан жүйелеуі мүмкін, салыстыру. Апарып қатыстыру қаншалықты орынды. Қалай дейсіз? Үлкен бір жұмыс қой. Оны ғалым қылып апарып дайындаймыз да қатыстырамыз. Бірақ өтірік екенін өзіміз де сезіп тұрамыз. Мен жаңа айтып кеттім осы жөнінде. Бұрынғы уақыттарда біз осылай болды. Өйткені шын мәнінде ол өзінің жұмысы емес. Ол ғалым емес, ол оқушы. Сәл күмән келтірем. Енді бір нәрсе айтқым келіп отыр. Мына жерде Құралай Амангелдіқызының бұрынғы бір сұхбатының тақынан алып едім. Мына жерде дәл сол сұрақты қойып отыр. Оқушы тәрбиесінің басым бөлігі мектепке жүктелген осы күні. Баламен қосып ата-ананы тәрбиелегім келеді дейді. Сіз айтыпсыз кезінде, бүгінгі мектеп тәрбиесін ата-ана тәрбиесінен бастау керек деп. Яғни осы сұрақты сізге емес, сізден өзге Гүлшат ханымға қойғым келіп отыр. Жалпы мектеппен ата-ананың қарым-қатынасын қалай реттеуге болады? Бүгін ата-ана келе жатса мектеп шошиды. Мен өңкей қаланы білмеймін. Үлкен қалаларда ата-ана келе жатыр деген кезде мектептің төбе шашы тік тұрады.
Әйтпесе, егер бала ата-анасы қиынырақ ата-ана болса, балаға 5 өкіртіп қойып береді, ол бала үздік оқымаса да. Рахмет сұрағыңызға. Менде жалпы негізі тақырып болды ғой бізде, мынау мектеп жауапты ма, міндетті ма деген сұраққа. Мен өзім бірнеше осыған дайындалдым. Өзімнің әрине бұл менің жеке пікірім. Мен ойлаймын, әрине ұлт ұрпақ тәрбиесіне мектеп міндетті және жауапты. Бірақ бізде қазір біз бәріміз білеміз, құндылықтарға бағдарланған тәрбие білу бізде бағдарламасы бар. Біз оны жүзеге асыруымыз керек. Бізде рухани жаңғыру бағдарламасы бар, оны да біз жүзеге асыруымыз керек. Ал енді бізде қазір орын алып тұрған мәселе мектепте жаңағы ата-анамен ортада көп келіспеушілік кейде неден туындайды? Біз мектепте бірінші кезекте мектептің ішкі тәртіп ережесі біздің оқушылар мойындамайды. Біз осы жерден қателік жібереміз деп ойлаймын. Яғни бірінші кезекте бірінші ата-анаға мектепке бірінші келген күннен бастап мектепшілік ішкі ережені сақтау бірінші заңдылық деп үйретуіміз керек. Яғни соны мойындату, ата-аналарымызға мойындату, оқушыларымызға мойындату. Өйткені бұл үшін бұл біздің бағынатын бірінші құжат болу керек. Бауыржан Момышұлы айтқан ғой әлгі тәртіпке бағынған құл болмайды деп. Осы жерде мен тағы да менің өзімнің жеке пікірім әрине. Бізде мектепте мынау құқық бұзушылық кеңесінің жұмыстары формально жүреді. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, мектептегі балалардың бірін-бірі итеріп қалу, ренжіту, жаман сөз айту, ренжіту деген сияқты ұсақ түйек құқық бұзушылықтың өзі шын мәнінде заң түрінде бұның бәрі жазаланады. Мысалы, біз егер құқық бұзушылық кеңесінің жұмысын дұрыс ұйымдастырсақ, мысалы, жаңағы тәрбиесінің орынбасарлары бар, басқа да тәрбиешілер бар. Міне осы инструментті өзіміз дұрыс қолдансақ, біз әрдайым жазалай аламыз. Бұл яғни кеңестің жұмысын күшейту керек. Жазалау деген сөзді... Тыңдаңыз. Мысалы, сол жаңа ата-анамен бізде вседозволенность қазір бар. Мысалы, бізде жазаламаймыз, сондықтан ата-аналар олар ойлайды, бала да ойлайды. Значит, в следующий раз можно деген түсінік қалыптасады. Бұл бірінші менің жеке пікірім. Екінші, мысалы, біз мектепте бәрібір мектепшілік буллингтің орын алуына жол береміз. Мысалы, мектепте буллинг жоқ дегенге мен келіспеймін. Ол бар, бүкіл мектепте бар. Жасырын түрде бар, ашық түрде бар. Өкінішке орай біз ылғи ондайлар бізде болғаннан кейін, содан кейін барып қана көзіміз ашылып, содан болғаннан кейін, содан кейін өзіміз жүгіріп, соның орнын жетіп атамыз. Сонда бұл жерде де жаңағы буллингқа жол бермеу керек мектепте. Бұл да буллинг, біздің мысалы ата-аналарымыз буллингтің не екенін білмейді. Айтсаң Осы біраз мемлекеттің тәрбие саласын, білім саласын зерттеп жүрген адам ретінде Айгүл ханым, сізге сұрақ қойғым келеді да, кеп тұр, бұл сұрақ сізге бергім кеп тұр. Өйткені мен сіздердің көптеріңізді танымаймын, сондықтан мектептеріңізде не болып жатқанын білмеймін. Бірақ бір нәрсеге қарным ашады. Осы ТМД кеңістігінен сыртқа шықсаңыз, мектепте инспектор деген адам мектепте жүрмейді. Ал инспектордың мектепте жүруі маған бір көктірлік сияқты болып көрінеді. Неге инспектор, яғни әскери адам, біз балаларға мектепте амандығын сақтайды деп айтпай қойыңыз, өйткені ол амандықты күзетші, охрана, ол инспектордың міндеті амандық емес. Ал инспектордың жүруі мектептегі тәрбие процесінің әлсірегенінің көрінісі емес па деген сұрақ туындайды. Мектепте тәрбие мықты болса, инспектор жүруге тиісті ме еді? Бізде енді құқық бұзушылық кеңесі бар ғой мектептерде. Сіз ол кеңестің жұмысын қараңызшы, құқық бұзушылық кеңесі неге құрылады? Құқық бұзылғаннан кейін құрылады. Ол кейін құрылмау дұрыс, ол алдын ала болу керек мектепте. Біз нәтижемен күресіп жатырмыз да, соның алдын алатын профилактикалық жұмыс болу керек. Профилактикалық алдын алатын жұмыс қой. Ары қарай сұрақты мен біреуге бағыттамай ақ қояйыншы. Кім жауап бергісі келеді осы? Мектепте инспектордың жүруі тәрбиенің әлсіздігі емес па деген сұрақ туады да. Жалпы мен өзім қашанда орынбасарларыма айтамын, анау жаңадан инспектор келіп жатады, сол кезде мен инспектор енді көп мектептерге керек шығар әрине. Мен өзім жаңа сіздің айтқаныңыздай
мектепте дұрыс бағытта құндылықтарды енгізу, дарыту бағытында жұмыстар жүрген жағдайда инспектор керек емес. Барлығына керек емес деп айтып отқан жоқпын. Жалпы мен өзім мектебім туралы айтып отырмын. Мен қуанышқа орай ешқашан инспектордың көмегіне жүгінген емеспін. Әйтеуір жіберді, ол келіп отыру керек, ол отырады. Кейде мынандай жағдайда бар, кейде айтады, кабинеттерге кірем, аралаймын, мен айтамын, қажет емес. Ол өйткені ол қай бағытта айтады тәрбиені, ол кісі мынаны жасамаңдар, осыны жасасаңдар, соңы мынандай болады, сіздерге мынандай жаза қолданады деп айтады. А біз оны болдырмаудың жолын болдырмау үшін, яғни қандай адами құндылықтарды сіңірген бағытта бала жаман жолға түспейді деген жұмыс істеп қойғандықтан, ол артық секілді оның жаңағы баланы үркітіп, қорқытып, мынандай бір әрекет жасасаң, соңынан біз сіздерге жаза қолданамыз дегені тіпті артық стресс секілді көрінеді, шын айтайын балаларға. Сондықтан мен айтамын, жоқ, менің пікірім, мен бәріне керек емес дегенді айтып жатқан жоқпын. Бұл жерде енді бір жақты да пікір болмау керек, бір жақты да пікір болмау керек. Тек қана балалардың ішінен ғана құқық бұзушылық шығады деп айтуға болмайды. Ал мысалға 2 жыл бұрынғы Тараздағы болған жағдай, бәріңіз де білесіздер сол жағдайды. Ал балаларды қорғау үшін, солардың қауіпсіздігі үшін болу керек шығар мүмкін инспектор. Осы жерде азанда немесе таңертең, кешкі мезгілде, мектептің алдында мысалға машиналар көп болған жағдайда, кейбір ата-аналар да керек десеңіз, тыңдамай осы мектепке қарай пробка жасап, бірінен кейін бірі келіп жатады. Ал сол жерде баланың қауіпсіздігін кім ойлайды деген сұрақ болады. Айгүл ханым, дәл сол қауіпсіздікті инспектор сақтамайды. Мектептің охраннигі қарауы мүмкін, охранник, күзетші. Бірақ инспектор ол мәселеге араласпайды. Мысалы, инспектор туалет қарамайды, қара десеңізде. Деген сияқты. Бұл нәрсені неге мектептің ауласына енді сырттан бөлек адам, түрі түсі бөлек адам келген инспектор байқайды ғой. Өйткені ол күнделікті мектепке келіп, ата-ананың кім алып кетеді, қандай баланы кімге келеді деген сияқты нәрселерді ол байқайды ғой бәрібірде. Бұл жерден барлық мектептерге, мысалға көптеген мектептерге қазір камералар құрылып жатыр. Ал енді камераның да жетпей жатқан жерлері бар ғой. Сондықтан инспектор тұрған жағдайда жаңа сырттан келген дұрыс емес пікірдегі, дұрыс емес ойдағы адамдар мүмкін сескенер ме дегенде ой болады менде. Мысалы, бұл идеяға қайдан келіп отырмын? Сұрақты ешкімге қоймаймын, жауап бере беріңіздер, кімге болса да. Қайдан келіп отыр? Есірткі саудалайтын саудагерлердің, есірткі өндіретін зауыттардың ең көп ақша төгетін саласының не екенін білесіз ба? Есірткіге қарсымын деген плакаттар ілу екен. Есірткіні өз есірткі сататын саудагерлердің және зауыттардың ең көп шығаратын сөзі есірткіге қарсымын деген сөзді ілу. Қарап отырсаңыз, неге деген сұраққа келетін болсаңыз, жұрттың санасына есірткі туралы ақпаратты айту, кіргізу. Бағанағы менің мектептегі инспектордың жүруі, мектептегі құқық бұзушылық туралы ақпаратты баланың санасына сіңіру сияқты бір көзқарас болып елестейді да. Енді осының алдын алу үшін, біз құқық бұзушылық мектепте тіркелмеу үшін, яғни бізде анандай тіркеуде оқушылар тұрмас үшін құқық бұзушылықпен не істеу керек? Бұл жерде енді баланың өз үйде қылығы тұзды демекші, жалпы мектеп пен ата-ана арасында және әрбір ұстаз жауапты деп ойлаймын. Және айтып отыр, инспектор керек па, керек жоқ па? Бәлкім бір мектепке керек, бір мектепке керек жоқ әрине. Десек те, бұл тұрғыда әрбір мектеп қабырғасына келген оқушы, ол оқушыға мектеп міндетті және өз жауапкершілігіне алады. Бұл тұрғыда жауапкершілік барлық ұжымға түсу керек деп ойлаймын. Сонда ғана бір қандай да бір нәтиже болады деген ойды айтуға болады деп ойлаймын. Жаңағы құқық бұзушылықтың алдын алу үшін оқушыны қайырымдылыққа, кішіпейілділікке, адамды сыйлауға тәрбиелеуіміз керек. Қалай тәрбиелеуіміз керек? Қалай тәрбиелейміз? Вот енді соған келдік. Мен өзім мектебімнің кейсімен бөлісейін. Біз былай жасаймыз. Кез келген адамды құрметтеу, кез келген адамды сыйлау дегенді қалай бастадық біз? Осы құндылықты енгізуде. Мектептің кіші техникалық қызметкерлері бар. Еден жуушылар дейміз, апайлар, күзетші ағайлар, вахтер ағайлар.
мысалы сол кісілерді ешкім көзіне ілмейді, иә, ата ана да аттап өту мүмкін ол кісілерді, иә, жуып атқан жерін, еңбегін бағаламай жатады, иә. Сондықтан біз бірінші күннен, мектеп қалыптасқаннан күннен мен мектептің техникалық қызметкерлерін әдемі униформаларын кигізіп, әрқайсысын жеке әрбір кабинетке, оқушылардың кабинетіне алып кіріп, атымен, әкесінің атымен таныстырдым. Мынау Айгүл Ерденқызы, құрметті оқушылар, бұл кісі сіздердің кабинеттеріңізді өте таптаза болып тұруына үлкен үлес қосып жүрген, үлкен осы еңбек етіп жүрген апайымыз. Айгүл Ерденқызын қашанда көргенде амандасып, қолдарыңыздан келіп жатса әрине көмектесіп жіберіңіздер деген секілді. Және екінші, мектебімізде кіреберісте бір әдемі суреттер ілінетін орын бар. Сол орынға біз мектебіміздің таза болғаны үшін көп алғыс айтамыз, яғни зор алғыс айтамыз деген формулировкада сол бағытта сөз жаздық та, сол еден жуушы апайларымыздың, техникалық қызметкерлеріміздің әдемі суретін, яғни мектепте фотосессия жасадық та, ол кісілер әдемі киініп келді, боянып отырды, сұлу боп суретке түсті, сол суреттерін іліп қойдық. Яғни біз бұл арқылы не көрсет, яғни біз сендер сыйлаңдар дегенді айтқан жоқпыз. Біз сол сурет, жаңағы құрмет тақтасы арқылы мектепте әрбір, жалпы қоғамда әрбір мамандық иесі сыйлауға тұрарлық, құрметтеуге тұрарлық, яғни оның мансабына, лауазымына қарамай-ақ, оның қызметіне қарамай-ақ біз сыйлауымыз керек деген мессенджерді балаға жеткіздік. Мен солай ойлаймын. Осыдан кейін, қараңызшы, осыдан кейін не өзгеріс болды? Балалар амандасып жүретін болды, аты жөнін айтып жүретін болды. Я бәрі жаттап алмаған шығар, бірақ көпшілігі. Одан кейін ол кісінің еңбегін бағалайтын болды. Анау жуып кетсе, екінші бір бала таптап кетсе айтып жатады, кешегі апайдың жуған жері ғой. Үшіншіден ең басты нәрсе, жаңағы техникалық қызметкерлердің мектепке деген жанашырлығы бар ғой, 2 есе асты, 2 есе көтерілді. Яғни мектеп, мынау менің мектебім деп қабылдайтын болды. Өйткені ол кісілер білет, ол мектепте бұл кісілерді қатты құрметтейтін білет. Демек олар ана еденді одан 2 есе таза жуады. Адал істейді еңбегін. Міне бір жақсы бір өзіміздің тәжірибеміз деп мен жаңа кейбіреуіңіз неде бөлісіңіздер, құндылықтарды қалай енгізесіздер деп комментарийде сұрақ қойыпты, сондықтан мен осыны айтып жатырмын, егер біреуіңізге пайдалы болса. Мынаны қарақшы. Ахметжан Айжанұлы. Еден жуу қызметкерлері туралы әңгіме болды ғой. Мектепте директор ма, диктатор ма деген сұрақты мен үнемі қоям. Мектепте өзіңіздің оқушыларыңызбен қоян қолтық жұмыс жасайтын қайсыңыз барсыз, қандай нәрсе? Мысалы, асханада оқушыларыңызбен қатар тұрып кезекке тұра аласыз ба? Арман ағай, немесе Айгүл апай, Күлжат апай, сіз мектептің асханасына барған кезде оқушымен кезекке тұрасыз ба, әлде оқушыдан бұрын аласыз ба деген сұрақты қойғым келіп отыр. Айтжан ағай, бір айтып жіберейінші, мен осы мәселені қозғағам, сондықтан айтқым келіп тұр. Осыны тәрбие орынбасарларымыз айтады да, мектеп ашылған кезде асханада кезек мәселесін қалай реттейміз дейді. Не істейміз? Өзіміз тұрып, сен кезекке тұр, неге тұрмадың деп ұрсып тұрайық па дейді. Жоқ дедім. Сіз бар, мен бар, бәріміз кәдімгі кезек дегеннің тәртібін сақтайық дедім. Балалар бірінші тұрса, біз артынан келіп тұрайық. Мысалы, сол кезде олар кезектің өте маңызды екенін түсінеді және бұзбайды дедім. Бұл әңгіме неге қозғап жатырмын? Құралай апай, рахмет. Неге қозғап жатырмын? Мектепте директорлардың өзінің шай ішетін бөлмесі, өзінің бір вип залы деген сияқты залдар жасап алған директорлар бар екені арамызда жасырын емес. Біз өзімізде отырғанда жоқ шығар, бірақ жасырын емес. Директорлар, сіздер оқушылармен бірге шай іше аласыз ба деген сұрақты қойғым келіп отыр да, кім бөліседі оймен? Енді алғашқы уақытта осындай біз мәселені қозғағанбыз тәрбие орынбасарымен. Мынау жоғарғы сыныптың оқушыларымен мектепте асханада бірге жаңағы түстің кезінде, тамақ ішу кезінде. Бірақ ол уақыттарда мынау 10 минуттық, 5 минуттық үзілістер болды, кейін 15 минуттық үзіліс болды арасында. Сіз айтқандай, алғашқы уақытта мектеп жаңа болып ашылған кезде бізде арнайы жасалған бөлме болған. Жасырын емес, мектеп басы үшін. Бірақ шын айтқанда түскі үзіліске ондай неге мен өте сирек барам. Оған уақыт жоқ болып қалады кей кезде.
Сондықтан көп жағдайда үйге кетіп қалатын бар, түскі үзілісте баратын. Бірақ ондай мәселені біз қозғағанбыз. Одан кейін жаңа мәселе туралы айтып келіп отыр. Қазір оған қайтып ораламыз ғой, сіз айтып отқан. Инспектор жөнінде. Инспекторде бізде көбінесе мынау азанда оқушылар келген кезде жаяу жүргінші жолды қадағалап тұру үшін бұл бізге өте қажет шын мәнінде. Өйткені жолда көлік жүреді, басқа болады. Ал қалғаны мектептің ішінде барлық оқу кабинеттерінде, спорт залда, тамақ істейтін жерде түгелмен бейне бақылау орнатылған. Қай жерде не болып жатқанын барлығын көріп отырады. Ал енді жаңа апайымыз айтып кеткендей, кіші қызметкерлер деп отқан, бізде мынандай принцип: жасы кіші адам, жасы үлкен адаммен бірінші міндетті түрде амандасу керек. Ол кіші қызметкер ма, мұғалім ба, оқу орынбасары ма деген сияқты, директор ма деген сияқты. Жалпы айтқанда, бізде мынау кішкене қазір сіздің сұрағыңызға қайтып келем. Мектепте азанда балалар мектепке келіп жатқан кезде әнұран қойылатын уақыт болады. Әнұран қойылған кезде барлық бала келе жатқан жерінде орында тоқтайды. Ол мектепке кіріп үлгермеген де болуы мүмкін. Сол жерде тоқтайды, жүрген жерінде тоқтайды да әнұран аяқталғанша сол қолын жүрек тұсына қойып тұрып, жаңағыдай аяқталғаннан кейін ғана барып өзінің кабинетіне, басқасына барады. Дүйсенбі күні әрине арнайы міндетті түрде оқушылармен бізде кішкентай бір жиын болады. Енді ол пандемияға дейін болып жатқан нәрсе, және ол үрдіс әлі келе жатыр. Міндетті түрде бейсенбі жұма күні ол уақыттарда 300, 400, 500 балаға дейін кіріп, абайдың қара сөзін міндетті түрде талдап, көрініспен көрсетіп, мысалмен түсіндіріп көрсетеді. Бұл 6-7 жылдан бері келе жатқан үрдіс, ереже. Ал жаңа сіздің айтып жатқан тамақтану мәселесі, бұл ойымызда болды. Бұл өте күшті идея. Біз осыны мынау енді алдымызда келе жатқанда жүзеге асырамыз ба деп отырмыз. 1 сәуірден бастап сабақ басталады. Асханаларға ашылуға рұқсат беріп отыр. Ой, идея болған. Бұл жерде мен неге қозғап отырмын? Жапон халықтарында бір әңгіме бар да, егерде біреумен шынайы тіл табысқың келсе, бірге шай іш дейді да. Яғни біз асханада оқушымен бірге шай ішіп әңгіме айта аламыз ба деген сұрақта. Өйткені шыны керек, мына жерде пікірлерде жазып жатыр. Директор мектептің патшасы, оған кездесудің өзі мұң деген сияқты. Сіздер қаншалық патшасыздар деген сұрақты қойғым келіп отыр. Айгүл ханым, Жамал апай, мүмкін Гүлшат ханым, бәрібір кім жауап бергісі келеді? Енді патша болған директор бар шығар. Енді мектепте жаңағы түскі асты мектептен ішем, оқушылармен бірге отырам, балалардың жағдайын көрем, түріне қарайм, таңертең азанда күтіп алам. Өйткені түсте оқушылар келген кезде олардың да келгенін қарап, енді мен жаңағы оқушыларға көрінбейтін, немесе мен бір патшадай өзімді сезінбеймін. Өйткені қаншалықты биік болсаң, соншалықты төмен болуың керек деген қағиданы ұстанам. Рахмет Айгүл апай. Бұл сұрақты неге қойып жатырмын? Біз енді ашық эфирде отырсыздар. Сіздерді қазір Фейсбукта 130-даған астам адам көріп отыр. Ертең бүрсігін ар күні мыңдаған адам көреді. Сіздің оқушыңыз көруі мүмкін. Егер сіздің өзіңіз қазір осы отырған әріптестеріміздің біреуіміз өтірік ақпарат жіберсек, мысалы шай ішпейтін болсақ ішеміз деген сияқты ақпарат жіберсек, онда біздің ісіміз басқа, сөзіміз басқа, онда біз тәрбие беруден ұтылып отырмыз дегеніміз. Яғни сізді ертең оқушы сыйламайтын болады. Сондай-ақ өзімізге бізді тыңдап отырған әріптестеріміз де бар шығар. Мүмкін оларға да ой саларымыз деген ой. Енді біз эфирге шыққалы тура 1 сағат уақыт болды. Тәрбие туралы бір минуттан бір қорытындылайсаңыздар. Мектептегі тәрбие процесін бүгінгі кемшілігі және артықшылығы, кемшілігі қалай түзетеміз? Бүгін неге мектептен тіркелген жағдай, қылмыстық жағдай, неге басқа жағдайлар шығып жатыр? Оны қайтсек түзетпек керек. Бір ауыз сөзбен, бір минут. Аятжан Ахметжанұлы, мен сіздің сұрағыңызға осылай жауап берсем, жаңа кішкентай ғана кейспен бөліскім келеді. Мынау бізде өнегелі өмір деген өзіміздің бір жобамыз бар қалада. Табысқа жеткен адамдармен кездесу жобасы деген. Сондай мен 1-2 жылдан бері жүргізіп жатырмыз сол мектепте. Сол жобада да жаңағы Қарағанды, бізде Қарағанды жеріне танымал 115 адамның тізімін жасап қойғанбыз. Сол 115 адам осы 2 жылдың ішінде
жалпы қала бойынша 570-тен адам біз кездесу өткіздік. Мысалы өзіміздің мектептің өзінде біз былтыр 24 кездесу өткіздік. Сонда жаңа адамдарды шақырып, оның ішінде кәсіпкерлер бар, оның ішінде ақындар бар, оның ішінде танымал басқа адамдар бар. Сол жоба көп біздің балаларға берері көп екен. Яғни біздің балалардың мынау қоғамға бейімдеу, өмірге бейімдеу, мамандыққа бейімдеу деген мақсатта осы адамдармен кездесу көп өнеге тәрбие береді екен. Соны біз байқап жүрміз. Бұл біздің тәжірибемізден. Енді екінші, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, мектепте әрине мәселе көп, проблема көп. Бізде западающий зона дейміз ғой. Қазір бір күрделі бір мәселе бар. Ол енді қоғамда да шешілмей тұрған. Бізде мектепте әлі де болса жыныстық тәрбиені біз жүргізе алмай жатырмыз. Өте қиын тақырып болып тұр. Мысалы біздің мынау самопознание өзін өзі тану пәні 10 мен 11-дің өзінде кейінгі осы жаңа бағдарламаға енгенде қоғамға қызмет етемін деген жобаны сол жерге кіргізді. Ол да енді бір сондай біткен жұмыс болып тұр, жақсы. Бірақ мен өзім ойлаймын, осы жерде біз келешекте қоғам болып бізден ұсыныс түсу керек. Мынау қоғамдық отбасылық өмірдің психологиясы, отбасылық өмірге дайындау деген бізде сол өзін өзі тануда пәндерінде болса екен. Мен өзім солай, өзім жеке пікірім. Өйткені ол тақырып бізге керек. Бұл біздегі мәселе. Енді бұл жаңа жыныстық тәрбиеге байланысты да біз қалай біз өзіміз осындай кейсті шештік. Мысалы біздің жағдайымызда мынау көп бала тапқан аналар бар ғой, сондай адамдарды мектепке шақырып, жаңа қыз баланың тәрбиесі, оның ішінде әйел адамның репродуктивті денсаулығы деген сияқты сол жаңа кездесулер, біз өзінің проекті әжелер мектебі деп атаймыз, солай ұйымдастырып өзімізше шешкен болып жұмыс істеп жатырмыз. Жақсы. Айтжан Жамал ханым сөйлесеңізші. Тәрбие беру бағытында енді мектептің көрінісі қандай болу керек деген сөз қозғап жатырмыз ғой. Бұл жерде негізгі мәселе, енді жаңағы инспектор туралы да айтылды. Инспектор ол керек мектептер бар. Мысалы көпшілік баласы бар мектептерге мысалы біздер үшін керек. Бірақ енді үнемі ол инспектордың қызметін біз пайдалана бермейміз. Бастысы бұл жерде ішкі бала тәрбиесінде жұмыс жасап жатырған мамандар, мысалы ол психолог бола ма, ол әлеуметтік бола ма, ол тәрбие жөніндегі орынбасар бола ма, мектеп директор бола ма, пән мұғалімі бола ма, барлығы бір мәселе болған жағдайда бірлесіп шешу керек. Мысалы бір мәселенің туындаған кезде әлеуметтік педагогтың тарапынан да, мысалы отбасы жағдайын анықтау, психологтың тарапынан оның мінез құлқына, жаңағы көзқарасына көңіл бөлу сынды бір қандай да бір мәселе туындаса, барлығы бірдей мамандар сонымен бірлесіп жұмыс жасаса, командалық жұмыс дейміз ғой бұл жерде. Мынау сенің жұмысың, мынау оның жұмысы деп бөліп тастамай, кәсіби мамандар бірлесе отырып сол мәселені шеше отырып, бірлесе шешім қабылдап, бірлесе жасаса, ол тәрбие барысында жаңағындай құқық бұзушылықта, ерте жүктілікте, барлық мәселелердің алдын алуға болады. Мысалы, оның жағдай туындап, мана бір әріптесіміз айтты ғой, Тараздағы жағдай болған жағдайда ол болмай-ақ қойсын барлық мектептерде, бірақ қазіргі көзқараспен өтіп, алдағы уақытта осындай мәселе туындағанда қалай істейміз деп, соның алдын алу, мектептегі профилактикалық кеңес, педконсилиумдар, әртүрлі отырыстар, сол мәселелерде сол жерден қарай отырып, кез келген нәрсенің алдын ала білсек, мысалы болжаммен отырып, ондай қиындықтарды енді шешуге болады деп ойлаймын. Айгүл ханым. Енді біз бағана өз сөзімде мен айтып кеттім, біз келешекті тәрбиелеп отырмыз деп. Сондықтан барынша білім мен тәрбиені бірлестіре отырып, өз жұмысымызға, мысалға ұстаздықты сүйген адам, ол өз ісін бере алады дейді, білімін бере алады дейді. Баланы сүйген адам, ол тәрбие бере алады дейді. Ал ұстаздық пен білімді, баланы екеуін қатар сүйген адам, ол кәдімгі адам жасай алады дейді. Сондықтан әрбірімізге осы адам жасау, адамды тәрбиелеу бағытындағы ісімізге барлығымызға да сәттілік тілеймін. Өз ісімізді де, баламызды да сүйе білейік. Рахмет. Енді ойларыңызды аяқтап қалсаңыздар, бір нәрсені айтқым келіп отыр. Осы жерде біз директорлар деген, директор келбеті, бағдарламаның тақырыбы директор келбеті.
Яғни тәрбиедегі директор келбеті қалай болу керек, мектептегі директор қалай болу керек деген көзқарасқа директор әріптестеріңізге өте қысқа нұсқа. Директор қалай болу керек? Өзіміз әртүрлі директорларды көрдік, көріп жүрміз. Қалай болу керек? Сіз қалай тәрбиелейтін едіңіз? Сіз өзімізді тәрбиелеу туралы айтып жатыр ғой. Директор қалай болу керек деген сұраққа жауап беріңіздерші. Бір ауыз сөзбен. Директор ашық болу керек деп ойлаймын. Көбінесе кеңестік директорлар деп енді бәріне тоңдап шашпай қой десек те алшақтық бар. Яғни ұжыммен жұмыс жасау. Яғни ұжыммен әрбір мүшесіне өзіне қандай да бір талабын яғни өзін орындаса ұжым, сонда ғана бір қандай да бір тәрбие бере аламыз деп ойлаймын балаларға. Сондықтан да әрбір біздің әріптестеріміз қазіргі заманның талабына сай ашық болса екен, және әрқашан оқушы мен ұстаз арасында, ата-ана арасында байланысты нығайтса екен деген өзімнің бір ұсыныстарым дейміз ба, өтініш деп ойлауым бар. Осы жерде Ахметжанұлы бір пікір айтып кетейін. Мысалы, менің өзімнің принципім, біз енді бірге жұмыс жасайтын бізде үштік одақта кім бар? Мұғалімдер бар, оқушылар бар, ата-аналар бар. Өз принципімде мана асхана мәселесі түскі ас уақыттарында бір мәселе болып қозғалды ғой. Біз енді сағаттық обед кезеңі болса да мен өзіме 10 минут, 15 минут жеткілікті деп қараймын. Және сол түскі үзілістің мерзімінде де ата-ана үшін, мұғалім үшін өзіме принцип қоям, қол жетімді болуым керек, доступны. Оқушыға да доступны, мұғалімге де доступны, ата-анаға да доступны. Бұл жерде бірінші доступны деген сөз қол жетімді. Мысалы, егер түскі үзілістің уақытында ата-ана келген жағдайда ата-ананың қабылдап, сол мерзімде сол мәселесін бірге қарап жіберу. Арнайы бір белгілі уақытты сақтай отырып, алшақ болмай, барлық уақытта да қол жетімді болу. Директор қалай болу керек? Енді директор жалпы айтқанда жұмыста мейлі жағы шығарып жатқан бұйрығы болсын, айтып жатқан, сұрап жатқан мәселелері болсын, соны өзі бірінші көрсете білу керек деп ойлаймын. Содан кейін ғана ұстаздардан сұрау керек. Негізгі бірінші принцип мен осы деп ойлаймын мектепте. Айтып отқан мәселеңізді өзіңіз көрсетуіңіз керексіз, өзіңіз үйрету керексіз, содан кейін барып сұрау керек деп ойлаймын. Қысқа жауап беретін болсам. Қысқа жауап берсек, менің ойымша мектептің директоры мұғалімдердің кәсіби оқуына үнемі мүмкіндік жасап отыру керек. Кәсіби білім алу, мұғалімдердің өсу, білімді үйрену үдерісіне үнемі жауапкершілікпен қарау керек. Мұғалімдердің білімін жетілдіріп отыру деген ол да үлкен жұмыс. Директор ең бірінші тұлғалық қасиеттері, өзінің тұлғалық қасиеттерімен, құндылықтарымен, өзінің адами қасиеттерімен барлығына үлгі болу керек, өнеге болу керек. Соны қашанда әрбір іс әрекетінен, әрбір сөзінен, әрбір қимыл қозғалысынан сол тұлғалық адами қасиеттер көрініп тұру керек. Сол сөзімен ісі бір болу керек. Және ұстазды да түсіну керек директор, өйткені мен өзім әзілдеп болса да шындық бар, ол әзілімде айтам, менің ұстазды түсінем, себебі менің ұстаздық жыртық шапаным төрде ілініп тұр кабинетімде. Яғни мен ұстаз болғанмын кезінде, мен де ұстаздың жолынан өткенмін, демек мен ұстазды түсінем. Екіншіден ата-ананы түсінем, өйткені мен ата-анамын өзімде. Үшіншіден баланың жағдайына түсе аламын, баланың деңгейіне түсе аламын, баланы түсіне аламын, баланың сұранысын түсінуге тырысамын, талабын түсінуге тырысамын, қолымнан келгенше. Директор сондай болу керек шығар деп ойлаймын. Енді тіліме келіп тұрған бір сөзді айтпасам сәл ішімде қалып кеткені қиын болар. Бір ауыз сөз айтқым келіп жатыр. Егер сайлау кезінде дауыс ұрлау деген дүние бар екенін білесіздер, директорларға айтылатын ең үлкен кінәнің бірі, егер мұғаліміңізға 2 рет дауыс бергізетін болсаңыз, шақырып алып кеп. 3 рет дауыс бергізетін болсаңыз пайызбен, ертең мемлекеттің заңын қалай сыйла деп айтасыз. Ал балаға өзіңіз 3 рет дауыс берсеңіз, балаға қалай заң бұзба деп айтасыз. Яғни директордың қолымен жасалып жатқан дауыс ұрлау деген дүниеге белгілі бір деңгейде саяси көзқарастарыңызға тиіп кетсе де,
осы нәрседен өздеріңізді қалай сақтап қаласыздар деген сұрақтардың бәрі болады. Яғни біздің сөзіміз бен ісіміз бір жерден шықса деген келеді. Қазақ баласын үш ақ ауыз сөзбен тәрбиелеген. Ұят болады, жаман болады, обал болады. Сол ұяттың айналасынан алыстамайық деп ойлаймын, әріптестер. Енді құрметті оқырмандар, мына жерде енді осы тікелей эфирге келісім беріп, осы директ мәселенің, тәрбие мәселесінің бір кішкентай элементтерін болса да айтқан, осы ашық болған директорларға мен өз басым алғыс айтамын, рахмет айтамын, өзімді әріптестеріме үлкен алғыс айтамын. Енді қоштасар сөзді бір ауыз түйінмен сіз мектептегі балаңызбен үйдегі балаңызға бір ауыз тәрбие беріп кетсеңіз. Ұлтыңды сүй, қазақ бол дер едім. Қазақша сөйле дер едім. Абай атамыздың сөзін айтқым келеді. Бұл жаңағы жалпы адамзаттық құндылықтар деп айтып жатқан кезде Абай атамыздан артық айтқан ешкім жоқ. Айтады, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым. Осы 5 пайдалы, жақсы, жағымды іспен дос болайық. Қашанда осы бойымыздан осы қасиеттер көріне берсін. Енді өзімдік менің ұстанымым мемлекеттік тілді құрметтейік деп әрқашан айтамын. Мектептің аты шәкәрім болғаннан кейін шәкәрім атамыздың, Абай аталарымыздың өлеңдерін, нақты сөздерін, қара сөздерін жатқа білу, және сәлеміміз дұрыс болу. Осы негізгі ұстанымымыздардың бірі. Осы бағытта жұмыс істейміз, және ары қарай да жұмыс істей береміз деп ойлаймын. Рахмет. Әрине, ең бірінші кезекте ұлт жанашыры болу керек, ұлт жанды болу керек. Өзіміз солай өстік, тәрбиеленіп. Ал енді қысқа нұсқа айтарым, еңбек бәрін жеңбек деп айтар едім. Мен айтар едім, кішкене де болсын отаныңа қызмет ет деп. Отанға адал қызмет ет. Қазақстанның жақсы, жоғары, яғни біздің елімізді байытатын, экономикасына үлес қосатын, сондай жан-жақты, функционалды, сауатты оқушы болыңдар деп едім. Жамал ханым. Кез келген істе, мысалы, мұғалім үшін, мектеп басшысы үшін де, оқушы үшін де өз ісіңді сүйдеу керек. Мысалы, оқушы білім алу үшін өз білімін еңбекпен алуға, ұстаз үшін өз еңбегін бала оқушыға еңбектене отырып беруге. Демек, бұл жерде өз ісімізді сүйейік. Баламен ұстаз арасында, енді бәріміз де ұстазбыз, баламен ұстаз арасында мейлінше жақын болсақ, мейлінше бір-бірімізге адал үлгі бола берсек, арамыздағы қарым-қатынас бұрынғыдан да қазіргі кезеңде одан да нығая түседі деп есептеймін. Қайырлы кеш барша оқырмандар. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов айтады: біз қоғамды түзетуді, оқу-ағарту ісін түзетуден бастауымыз керек. Егер оқу-ағарту ісі түзелсе, тәрбие мен білім ретке келсе, қоғам өздігінен реттелер еді дейді. Сондықтан да барша ата-аналар, бізді тыңдап отырған ұстаздар, бізді тыңдап отырған мектеп басшылары, барша қоғам мүшелері, әрбіріміз ісімізбен өнеге, ісімізбен тәрбие беріп жатқанымызды бір ауыз болмаса да бір ауыз есімізге салсақ екен деймін. Қайырлы кеш. Енді келесі 4-ші эфир бұйырса сәуір айында мектептің ішкі және сыртқы коммуникациясы. Ол кезде мен тізгінде емеспін, спикердемін. Тізгінде Сафура Сейдуалиқызы төлектегі болады. Бұйырса келесі айда кездескенше. Қош, аман болыңыздар.